жылдан белгілейді. Al okuyun. Kez kelген бөлшекті бөлшек рационал бөлшек болады деген дұрыс па екен балалар? Кез келген алгебралық рационал бөлшек бөлшектің өрнек болады. Демек дұрыс. Молодец. Кез келген рационал өрнек бөлшек өрнек болады. Жоқ, бәрінде бірдей ма? Келесі. Кез келген бүтін өрнек рационал өрнек болады. Дұрыс па? Болып па? Бәрімізді бірдей ғой? Ой, жарайсыңдар. Бүгінгі сабағымызға кері байланыс жасау үшін алдымыздағы стикерге көңіл күйлеріңізді білдіретін өздеріңе қажетті ұнаған стикерді алып, артына бүгінгі сабақтан не түсінбегендерді, не түсінбегендерді жазып тастағайсыз. Жазсаңыз болды ма? Бүгінгі сабақтан алған бағалау парақтарыңызды жинап алайық. Ал енді бүгінгі сабағымызды қорытындылау үшін бағалау парақтарыңызды маған жинап беріңіздер. Әр топташысы. Енді үйге тапсырма жазып алайық. Тобындағы 224-ші бет, 38-де 9-ші тапсырма үйге жазамыз бәрін. 224-ші беттегі 38-де 9-ші тапсырма. Ал балалар бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге көп рахмет, сау болыңдар.